Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің қарастыратын сабақтың тақырыбы сфералық айналар. Көбінесе оқушылар осы сфералық айнадан кескін алуға келген кезде көп қателесіп жатады. Осы тақырыпты қарастыратын болсақ, әуелі сфералық айналардан бұрын сфера деген ұғыммен танысайық, иә. Біз білеміз, сфера деген мынандай шар типті дене екенін білеміз. Көбінесе сфера ретінде қарастырған кезде сфералық айналарды біз мына толық сфераның өзін қарастырмаймыз, только белгілі бір кесілген бөлігі, мынандай бір кесілген бөлігі болсын. Мына аумақты біз қарастырмаймыз. Мына аумақтағыны біз осы сфералық айна дейміз. Яғни сфералық айна дейміз, сфераның кесілген бөлігін айтамыз, иә, былайынан тұрады ол. Осылай кесілген бөлігін аламыз. Бізде сфералық айналардың екі түрі бар. Бірі ойыс айналар. Ойыс айна. Және екіншісі дөңес айналар деп аталады. Дөңес айна. Бұл екі айнаның айырмашылығы қандай? Мынаны біздің кесілген бөлігі сфера екенін білеміз. Осы бойынша біз қазір сфералық айналар тауып көрейік. Егер бізде белгілі бір нәрсеміз бізде әрдайым кескін алған кезде нәрсенің кескінін аламыз. Ол майшам болуы мүмкін, жалпы кескен дене болуы мүмкін. Мысалы, қарайық. Мынандай белгілі бір аумақта бізде айна орналасты дейік. Айнамыз орналассын. И бізде мына жағында бір дене тұрсын. Дене бізде мына жағында болуы мүмкін, және мына жағында болуы мүмкін. Егер біздің денеміз былайынан орналасатын болса, біздің жағдайымызда дене болсын. Дене орналасатын болса, осы мына денеміз қазір мына денеге айнаға бағытталған кезде, егер мына жағынан өтетін болса, яғни айнаның сыртқы жағынан, сфераның сыртқы жағы болып тұр ғой, мына жағына, мына аумағына келетін болса, ол бізде дөңес айна деп аталады. Дөңес айна. Ал егер бізде осы сфералық айнаның керісінше ішкі жағына қарай түсетін болса, яғни біздің нәрсеміз мына жағында тұр деген сөз. Ішкі жағына қарай түсетін болса, ол бізде ойыс айна деп аталады. Яғни мына сфераның ішінде, мына денеміз сыртқы жағында тұрса, сыртқы жағында болса, ол бізде не болады екен? Дөңес болады. Ал егер біздің денеміз мына ойыс айнаның ішкі жағында орналасатын болса, нәрсеміз мына ішкі жағында, ол бізде ойыс айна деп аталады. Мына жағы бізде ойыс болады. Ойыс ішкі жағында орналасады. Ішкі жағында орналасады. Бұл ойыс айна мен дөңес айнаның айырмашылығы, егер ішкі жағы болса ойыс деп айтамыз, сыртқы жағы болса дөңес болады. Яғни егер айнаның мына жағында орналасса нәрсеміз, ол бізде дөңес болады. Ал мына айнаның мына жағында орналасса, ол бізде ойыс айна болады екен. Екі айнаның айырмашылығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қазір енді осыларға байланысты кескіндерді қарастырып көрейік. Мына екі айнадан бізге кескін алуға болады. Әртүрлі шарттағылар. Ол кескін алудың белгілі бір есептік шарттары бар. Қазір сол шарттарын қарастыратын боламыз. Бірінші қарастырып көрейік. Ойыс айнаны қарастырып көрейік. Ойыс айна. Ойыс айна бойынша қазір біз кескін алып көрейік. Белгілі мынандай бір түзу аумақта дейік. Мына жерде бізде линза орналассын. Айнамыз орналассын. Айнаның бізде айна болсында сыртқы бөлігінде орналассын нәрсеміз. Мына біздің бастапқы тұрған нәрсеміз, бұл бізде нәрсе деп аталады. Енді бұл нәрседен біз белгілі бір кескін алатын болсақ, бізде әртүрлі шарттар орналасады. Мына линзаның аумағымен қазір мына аралық бізде айна мен линзаның аралығы F аралық деп аталады. Мына жерде қазір белгілі бір кескін шығады. Мына жерде мысалы бірінші кескін алудың әртүрлі шарттары бар. Мына аралық қазір D аралық деп аталады. Енді көрейік. Кескін алған кезде қандай шарт орындалу керек? Мынау мысалы F аралықта жатсын. Кескініміз F аралықта жатсын. Осы F аралық бойынша алған кезде бірінші сәуленің ұшынан, кескінің ұшынан біздің айнамызға дейін
сәуле түсіреміз. Сәуле түсіреміз. Яғни мына ұшынан айнамызға дейін не түседі? Белгілі бір сәуле түседі. Ол сәулені біз толығымен үзік сызықпен сызамыз, я болмаса түзік сызықпен сызсақ та болады. Аралықта. Одан кейін біздің сәулеміз келеді, мына аралықтан шағылады. Мына басынан мына аралық OX немесе бас фокус аралығы деп аталады. Бас фокус аралығы. Мына аралыққа сәуле түседі. Сонда байынан мына аумақтан мына аумаққа дейін сәуле түседі. Міне, бұл аумақты қиып өтеді әрі қарай. Міне, белгілі бір аумақты қиып өтті. Мына аралықтағы да тоже сәуле түседі. Мына түскен сәуледен тағы әрі қарай үзік сызықпен жалғастырып жібереміз мысалы. Байынан. Түзу сызық болу керек. Жалғастырамыз. Мына аралық, екі аралық бір-біріне үзік сызықтар жалғаса береді әрі қарай. Мына екі аралық не? Қиылысты мына жерде. Мына қиылысқан аумақта бізде қазір кескіннің мына нәрсеміздің, құрған нәрсеміздің белгілі бір кескіні пайда болады. Енді қарайық. Мына жерде бізде кескініміз бастапқы қалыпқа қараған кезде әртүрлі шарттарда мына аралығымыз қазір линзадан кескінге дейінгі аралық D аралық деп аталады. Ал нәрседен айнаға дейінгі аралық бізде F аралық деп аталады. Енді қарайық. Дәл осы ось айнада әрдайым кескін осылаймен анықталады. Яғни бірінші сәуленің ұшынан айнаға түседі, айнадан шағылып төмен қарай бағытталады, және айнаның басына нәрсеміздің ұшынан бас фокус аралығын қиып өтеді. Осы қиып өткен екі аралықты әрі қарай жалғастыра берсек, бізде белгілі бір нүктеде екеуі қиылысады. Сол қиылысқан нүктеде бізде не болады екен? Нәрседен пайда болған кескіннің басы пайда болады екен. Енді қарайық. Бұл ось айнада бізде әртүрлі шарттар болады. Мысалы, бірінші шартымыз D үлкен 2F болатын болса, 2F. Яғни мына аралығымыз мына қарағанда екі есе үлкен аумақта орналасады деп тұр ғой. Ол кезде кескін шын төңкерілген және кішірейтілген деп. Кішірейтілген. Бұл не деген сөз? Мына екі кескін шын, бізде кескіннің екі түрі бар. Шын кескін, болмаса жалған кескін. Егер кескін айнадан шағылғаннан кейін мына екінші бөлікте орналасатын болса, яғни мына аумақты айнадан кейінгі аумақта орналасатын болса, ол кескін әрдайым шын кескін болады. Шын кескін. Ал егер мына кескіннің алғашқы бағыты жоғары қарай бағытталды, мына жерде біздің алған кескініміздің бағыты төмен қарай, екеуі қарама-қарсы болғандықтан, қазір кескініміз біздің төңкерілген болады. Егер біздің кескініміз керісінше мына жоғары жағында орналасатын болса, екеуі бірдей болатын болса, ол кезде біздің бағытын тура деп айтатын едік. Бірақ бізде қазір кескін төңкерілген болып тұр. Одан кейін мына аумақтарына байланысты, егер мына аумаққа қарағанда мына аумақ үлкен болатын болса, ол үлкейтілген болады. Ал егер мына аумаққа қараған кезде мына аумақ кіші болса, кішірейтілген болады. Мына біздің нәрсеміздің өлшемімен кескініміздің өлшемін салыстырған кезде, егер нәрсеге қарағанда үлкен болатын болса, үлкейтілген болады, ал кіші болса, кішірейтілген болады. Бізде егер жаңағы шын кескін, мына кескініміздің проекциясы алып қайтадан мына жақта орналасатын болса, жаңағы кескіннің өзі орналасқан жақта, нәрсенің өзі орналасқан жақта біз кескінімізді орналасатын болса, ол бізде қандай кескін болады? Жалған кескін болады. Әрдайым біздің алған проекциямыз арғы жағында орналасу керек. Одан кейін мынандай шартта пайдалануымызға болады. D тең 2F. Яғни екі аумақ бір-біріне тең болуы мүмкін. Бұл кездегі біздің кескініміз шын, яғни мына аяғында орналасады, шын, төңкерілген, яғни басы төмен қарай болады. Және өлшемдері бірдей болады мына кезде. Бірдей деген сөз, мынаның өлшемі қанша болатын болса, мына жердегі де өлшем бірдей болады деген сөз. Одан кейін екінші болу керек шарт, мынандай шарт болады. 2F, D
және f. Бұл шарт кезде бізде кескін шын болады, міндетті түрде. Төңкерілген болады. Және де мынау үлкейтілген кескін болады. Неге үлкейтілген? Себебі аумақ қандай аумақта жатыр? F пен 2F. Мына жерде мысалы мына аралықта әрі қарай мына жерде 2F болатын болса, мына жер F аралық болатын болса, мына аумақта біздің нәрсеміз орналасқан екенін білдіреді. Одан кейін тағы бір шарт D тең F деген шарт болуы мүмкін. Бұл шарт болатын болса бізде кескін болмайды. Кескін болмайды дегенді қалай түсінуге болады? Мына екі кескінді қай жағынан былайынан қиылысу нүктесін іздей бергенімізбен ешқандай кескіннің қиылысу нүктесін таба алмаймыз деген сөз. Одан кейін тағы болуы мүмкін шарт D үлкен F-тан деген шарт болуы мүмкін. Ол жерде кескін жалған болады. Тура болады. Және үлкейтілген болады. Тек бір ғана шарт орындалған кезде бізде кескініміз жалған кескін болады екен, Ол қай кезде? Егер D үлкен F болса. Бұл ой сайнаған кезінде. Енді келесі қарастырып көретін шамамыз ол бізде дөне сайналсын. Ой сайналсын келесі. Ой сайна кезінде мына аумақ былайынан тұрады. Біздің кескініміз мына жақта болады, Мына жақта болады. Яғни кескін орналасады, мына жағы ой сайна. Көп есептер былайынан көрсетіп қояды, қай жағынан тұрған нәрсені. Енді қарайық. Бұл жерде манағыдай шартымыз осылай, ұшынан алып бірінші линзаға түседі. Линзаға түскеннен мына жерде белгілі шарт болсын, 2F шарты орындалсын. Түседі, түскеннен келеді, ол белгілі мынаяқтағы F аралықты қиып өтеді, F аралықты қиып өтеді. Бұл F аралықты қиып өткеннен екінші ұшы мына сәуленің нәрсеміздің ұшынан бастап бас фокус аралығын қиып өтеді. Бас фокус аралығын қиып өтеді, және былайынан кете береді. Байқасаңыздар, мына жерде мен қазір сызып отырмын. Мына екі кескін бір-бірімен қиылыспайды. Ой сайна кезінде біздегі кескіндер бір-бірімен қиылыспайды. Бұл қиылыспайды деген сөз, ешқандай біз мыналардан неғ жағынан кескін ала алмаймыз деген сөз. Яғни бізде ой айна кезінде кескін болмайды екен, Кескін болмайды. Енді қарайық. Бұл жерде кескін болмағандықтан көбінесе қазір бізде проекциясын аламыз ғой. Яғни мына проекцияны жоғары қарай жібереміз. Мына жасанды. Мына жақта белгілі бір кескін бар деп қарастырамыз, және бұл кескінге проекциялаймыз. Яғни былайынан кетеді. Дәл осында 2F аралығынан өтеді деп қарастырамыз да, былайынан қиып өтеміз. Бірақ манағыдай біздің барлық шартымызда мысалы D үлкен 2F болсын, D тең F болсын. Балалардың барлығында бізде кескін әрдайым жалған болады. Себебі неге жалған болады? Себебі біз мына аумақтан белгілі бір қазір мына жаққа кескінге проекция жасаймыз. Ойша аламыз, жалған болады, тура болады, және кішірейтілген болады. Үштілі аумағы. Енді қарайық. Оқушылар, бүгін біз сонымен ой сайна мен дөне сайнаны қарастырдық. Сфералық айналардың не екенін білдік. Ол жерде кескіндердің қалай алынатыны туралы есептерді қарастырдық. Өздеріңізге қызық болу үшін жаңағы шарттар бойынша өздеріңіз кескін алып көріңіздер, клетка дәптерді алып. Сол кезде әрбір кескіннің проекциясын сызып талдап көруге болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.